Сәлеметсіздер ме? Teacher Dinara каналына қош келіпсіздер. Каналға жазылып, колокольчик белгісін басып қойыңыздар. Біз бүгін сіздерге жалпыға бірдей декларациялаудың 253 формасын қалай толтыру керектігін айтатын боламыз. Яғни жеке тұлғалардың салық кірісін есебін беретін боламыз. Ол үшін бізге мынау YouGov порталына кіру керек болады. Негізі 3 түрі бар. Ол біріншісі YouGov арқылы, екіншісі e-салық кабинет арқылы, үшіншісі соткадан, телефоннан, яғни e-салық азамат қосымшасынан кіріп алуға болады. Біз бүгін YouGov арқылы қалай кіретінін көрсететін боламыз. Олай болса кеттік. YouGov порталына кіреміз. Біз тілді таңдап алайық, қазақша тілді, және жоғарыдан кіру батырмасын басамыз. Бұл жерде 4 түрі бар кірудің. Жасырын сөз логин дегеніміз, логин JSON мен парольді қою арқылы кіруге болады. Электронды цифрлық қолтаңба арқылы кіруге болады. Digital ID, яғни сурет өзіңізді видеоға түсіру арқылы кіруге болады. QR код, егер жаңағы YouGov мобайл қосымшасы болса, телефон арқылы QR-ды сканерлеп кіруге болады. Біз бүгін екінші түрінен, яғни электронды цифрлық қолтаңбаны таңдап кіретін боламыз. Ключіміз қай жерде тұр, сол жерге кіріп, ауыз деген ключ арқылы кіреміз. Құпия сөзді жазамыз. Және порталға кіреміз. Порталға кірдік. Енді біз мына жерде азаматтарға деген бөлімде мынандай тақырыптар бар. Соның ішінде кеден және салықтар бөліміне өтеміз. Бұл жерден 3 түрі бар, оның ішінде тағы да. Енді біз салық салу дегенде өтеміз. Оның ішінде біз салық есептілігі 250 нысанын таңдаймыз. Мына жерде егер көрінбей тұрса, толық көрсетуді басып көрсеңіздер болады. Бізге керектісі мынау. Онлайн сұраймыз. Негізгі 3 қадамдан өтеміз. Бірінші қадам бұл салықтың кезеңі. Бұл қазір бізде 23 жыл, яғни 22 жылға сұрайтын боламыз. Салық төлеушінің санаты бізде А және Б түрі бар. Біріншісі сайланбалы лауазымға кандидаттар болып табылатын адамдар, сондай-ақ олардың жұбайлары мәліметтерді ұсыну мерзімі басталатын айының 1-ші күніне көрсетеді. Яғни бүгін 23-нен алатын болсаңыз, егер белгілесеңіз, мынандай шығады. Бірінші айдың 1-нен алынатын болады. Ал декларацияның А санатына жатпайтын тұлғалар мәліметтерді декларация табыс етілетін жылдың аяғы, яғни 31-ші желтоқсан. Біз 22-ші жылдың желтоқсанын аламыз. JSN қосылған. Мына жерге егер сіз заңды өкіл болсаңыз, жерге бұл сіздің мына жерде балаларыңызға, кәмелетке толмаған оларға да алуға болады. Яғни оның JSN жазу керек. Бізге өзімізге алу керек. Мына жерде енді электронды мекен-жай жазып қоямыз. Декларацияның түрі бұл бізде бастапқы, бірінші рет тапсырғандықтан бастапқы болады. Одан кейін резиденттік белгі, бізде Қазақстан Республикасының резиденті болып табыламыз. Және бізде мынау қадамдарға мұқият қарауымыз керек. Мына жерде айтылады, егер сізде айлық есептік көрсеткіш 10 мың еселенген мөлшер, яғни еселенген мөлшер деген МРП, қолма-қол ақша. Егер 10 мың еселенген деген 10 мың МРП бізде 35 миллион ба сондай болу керек. Қазіргі бір МРП қазір бізде 34.500 ба сондай. Оған қарап есептейсіздер. Егер сондай ақша болса, қолма-қол ақша болса, птичка қоясыз. Егер сіз шет мемлекетте тіркелген жылжымайтын мүлік болса, яғни шетелде, мысалға Россия,
даже Өзбекстан, Қырғызстанда тіркелген жылжымайтын мүлік сіздің атыңызда болса, бұл жерге птичка қойылады. Егер сізде шет мемлекетте тіркелген көлік құралы болса, болғанда мына жерге болу керек. Егер сізде Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі шетелдік банктердегі банк шоттарыңызда барлық банк салымдар бойынша жиынтық сомасы айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшерінен асатын сома. Яғни 1000 МРП бұл жерде 3.400.000 болатын болса, птичка ұрасыз шетелдегі банктердегі шоттарыңызда. Келесі, егер сізде Қазақстан Республикасынан тыс жерде құрылған заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесіңіз болса, яғни бұл жерде акцияларды айтып жатыр. Егер сізде жылжымайтын мүлік құрылысына, оның ішінде Қазақстан Республикасының тыс жерлерде үлесті қатысу туралы шарт болса, долевой жаңағы Қазақстан Республикасының тыс жерде дегеніміз, яғни шетелде жаңағы мүлік құрылысына долевшік болсаңыз, мысалға шетелде, мысалы Қытайда болсын, үй салынып жатқан үйге үлескер болып табылсаңыз, мына жерге птичка ұрасыз. Егер сізде инвестициялық алтын, яғни бұл жерде кәдімгі тағып жүрген алтын емес, банкте жатқан құйылмалы алтындар. Егер сізде бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерде деген, яғни шетелде құнды қағаздарыңыз болса. Құнды қағаз бұл инвестиция. Егер сізде инвестициялық пай қорларында, яғни ПИФ, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болса, птичка ұрасыз. Егер сізде зияткерлік меншік, авторлық құқық, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерде объектілер болса, птичка ұрыңыз. Егер сізде бағаланатын бірлік құны айлық есептік көрсеткіші 1000 еселенген мөлшерінен асатын, Республикасының тыс жерде 1000 еселенген дегеніміз 1000 МРП, бұл бізде 1000 МРП қазір 34.500 бола ма? Сондай болса, сондай акцияңыз болса, мен жерге птичка ұрасыз. Сізде дебиторлық, кредиторлық, оның ішінде Қазақстан Республикасының тыс жерде берешек, шетелде кредит алған болсаңыз, егер сізде сенімгерлік басқаруға берілген мүлік болса, яғни мүлікті біреуге сеніп тапсырған болсаңыз, осыларға мұқият қарап тыңдап птичка қойып шығасыз. Бізде бұның ешқайсысы жоқ. Бірақ мына жерге біз осы декларацияда келтірген мәліметтерге жауап беремін деп птичканы міндетті түрде ұрғымыз келеді. Келесі, мемлекеттік кірістер, бізде қаржы министрлігінің кірісіне жауап береміз. Оның ішінде Шымкент қаласын таңдаймыз, оның ішінде ауданы, менікі қазір Еңбекші ауданы бойынша. Сондықтан осыларды белгілеп шыққаннан кейін міне бір тексеріп шығып МКО-ға жіберуді басамыз. Яғни бастапқы 250 нысанын біз осы қаржы несіне декларацияны жіберу керекпіз бе? Иә дейміз. Одан кейін біз электронды цифрлық қолтаңбамыздың келесі ключі РСА-мен қол қоятын боламыз. Пароль жазамыз. Және үшінші қадам статус, яғни мәртебесін көретін боламыз. 15 минуттан артық емес уақытта шығады, бұл бірдестен шықпайды. Кемі 5-10 минут күту керек. Егер де біраз уақыттан кейін көретін болсаңыздар, мына жерде аты жазылған жерде қызметтер алу тарихын басып, сол жерден қағазды шығарып алуға болады. Мына жерде мәртебесі сұраныс қабылданбады деп тұр. Сұраныс қабылданды деген болса, оны да распечатать етіп шығарып алуларыңызға болады. Уведомление, ақшасы, хабарлама. Оны біз енді телефонға скачать етіп аламыз, рабочий столға. Атын жазып, сақтап қоямыз.
осылай сақтап алуларыңызға болады. Бұдан да тағы да қызықты видеоларды көріп, лайктарыңызды басып, комментарий жазуларыңызды сұранамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.